Кітап оқу терең талға мен риясыз руханияттың өлшемі. Кітап оқу арқылы оқырманның пайымды парасаты, сергек санасы, кемел көзқарасы қалыптасады. Небір сырлы сезімдерді сөз қыдыреті арқылы қалай жанның жұмыр етінен өткізіп, жан жүрегіне жеткізетін де осы ақылдың қазынасы кітап. Кітап оқымау, заман көшінен қалмау деп түсінетін жастардың бір толқыны қалыптасып та үлгерді. Қазіргі таңда жастар неге кітап оқуға құлықсыз? Мен Әсем Қадыржанқызы, Жетісу облысының Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасында оқырмандарға қызмет көрсету бөлімінің меңгерушісі қызметін атқарамын. Кітапханада оқырмандардың кешкі уақытын тиімді пайдалану мақсатында жастарды айматты кешкі кітапхана әлемі жобасы қолға алынды. Кешкі кітапхананың басты мақсаты жастардың бос уақытын тиімді пайдалануын қамтамасыз ету, ертең елдің саналы жастарын қалыптастыру, кітап оқуға қызығушылықтарын арттыру. Жоба аясында кітапханада музыка жүрек тілі, хедплей, жаңа санаға жол атты командалық ойындар, әдеби караоке, көңілді старт, караоке кеші еркін форматтағы ойын рум, ән көңілдің ажары, логикалық сұрақтар, үстел үстіндегі футбол алаңы, шахмат, шашки, тоғызқұмалақ сияқты түрлі спорттық және ой жаттықтыратын ойындар ұйымдастырылып келеді. Хедплей интеллектуалды ойынның басты мақсаты мемлекет басшысының идеялары төңірегінде халықтың барлық топтарының өкілдерін біріктіру, қазіргі заманның жаңа жағдайларына сәйкес зияткерлік ойын дамыту. Сондай-ақ бұл жоба аясында Жетісудың жас ақын жазушылары мен оқырмандар арасында кездесу кештері өткізіліп, еркін форматта жастарға арналған ескі жылдардың әуендерінен жанды дауысты әндер шырқалып, көңілді кештерде өткізіліп келеді. Сонымен қатар, әр жұма сайын жас кітапханашылар мен оқырмандар бас қосып, кезектегі кітапты талқылап, өз ойларымен, алған әсерлерімен бөлісіп отырады. Бұл жобадан күтілетін нәтиже жастардың рухани құндылықтарын байытып, өз уақыттарын тиімді пайдаланатын және кітапханаға, кітап оқуға деген қызығушылықтарын арттыру.